Ағаш жапырағымен, адам ұрпағымен көрікті. Кенен ауылының тұрғыны, отан соғысының ардагері Қасым Құлқамбаров 11 баласынан 31 немере, 24 шөбере сүйіп отыр. Таяуда ғана 90 жасқа толған ақсақалды құттықтап келіп жатқан қонақтар қатары әлі толастаған жоқ. Атаның 3 немересі Қазақстан қарулы күштері қатарында қызмет атқарады. Қасымқұл ақсақалды құттықтап арнайы келген әскери сала мамандары сый-сияпаттарын тапсырып, жылы лебіздерін жеткізді. Еліне, халқына сіз сияқты адал қызмет атқарып жүр. Оның бәрі сіздің ұрпақтарыңыздың, сіздің берген тәрбиеңіздің арқасында. Үшеуі де қызметте алда, жауынгерлік дайындықта өте жоғары көрсеткіштерге, әскери тәртіптің жоғарғы деңгейін ұстаушы немерелеріңізді қазір бағып отырсыз. Ол үшін сізге алғысымызды шексіз жаудырамыз. 1942 жылы әскерге алынған Қасым Құлқамбаров қиыр шығыста әскери дайындықтан өтіп, Германияның Нойхаммер қаласына дейінгі майданды жүріп өткен. 1943 жылдан бастап 2-ші Украина майданына қатысты. Польша мемлекетін, Латвия, Литва елдерін азат етуге қатысты. Белоруссия жеріндегі соғысты да бастан өткізді. 1945 жылы қиыр шығыста жараланып, 6 ай Швецияда госпитальда емделген соң, 1946 жылы Мәскеуге оралды. 1947 жылы 9 мамырдағы мерекелік шеруге қатысып, 1-2 дәрежелі отан соғысы орденімен маршал Жуков медалімен марапатталды. 1948 жылы елге оралып, еңбекке араласты, отбасын құрды. Келгеннен кейін шешеміздің бала шағасы бар, несі жоқ, жолдас, жанында балалары бар болатын. Бригадир келіп, "Ей, жұмысқа шығыңыз" деді. Өнінген апам бригадирге айттым мен. "Еш қайда бармайды апам, міне мен келдім. Қайда барсаң, жұмсасаңда мен барамын." Механизатор, ферма меңгерушісі, шопан болып еңбек еткен Қасымқұл ата ауылының ардақты азаматы. Қай жерде жұмыс істесем де адал жолмен жүрдім. Ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын. Балаларымның бойына да сондай ізгі қасиеттерді сіңіруге тырыстым, дейді ақсақал. Әкеміздің өзінің тәрбиесін біз бойымызға сіңірдік. Айтқан ақыл кеңесін бәрін. Не айтады? Осы уақытқа шейін әкемізден ақыл сұрап отырамыз. Не тәрбие берді, біз кейінгі ұрпаққа өзіміздің балаларымызға беріп жатырмыз. Үлкен әулеттің ұйытқысы болып отырған Қасымқұл ата ағайын туыс арасында үнемі сыйластық болуын тілейді. Ынтымағы жарасқан жерде ғана береке мен бірлік бар дейді. Өзі де 60 жылдан аса бірге ғұмыр кешіп келе жатқан жары Гүлшархан апаны құрметтеп, есімін атамай балалардың апасы дейді екен. Әлі де болса да бізге ақыл кеңесін айтып отырады. Өте еңбекқор болғанын айтып отырады. Ұйымшыл болғанымызды қалайды, әр кезде соны айтып отырады бізге. Отбасы болғанда бірлік болсын деп, осыны әр дастархан басында айтып отырады. Енді атамыздың арамызда аман есен жүріп, 100 жасқа жеткенін көргіміз келеді дейді ұрпақтары.